Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын круассанның рецептісімен бөлісемін. Ыдысымызға жылы сүтімізді және жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, үстіне тұз, қант, құрғақ ашытқымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан соң ашытқымыз дайын болды. Енді араластырып, үстіне өсімдік майын қосамыз. Сосын бір жұмыртқамызды тұтастай және ақуызымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлық заттардың құрамдарын төменде описанияда қалдырамын. Қамырымызды илеп болған соң, ыдысымыздың түбі жабыспас үшін кішкене ұнымыз сеуіп, қамырымызды салып, бетін жауып, 1 сағатқа немесе 45 минутқа қойып қоямыз. Бір сағат өткен соң қамырымыз осылай 2 есе ұлғаяды. Енді қамырымызды кішкене илеп, қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, сепсеңіздер болады. Бөліктерге бөлеміз. Мен 9 бөлікке бөлдім. Енді әр бөліктерімізді дөңгелетіп, бәрін дөңгелетіп болған соң бетін жауып қоямыз, қатпас үшін. Сосын бір тадан жайып, бірінші бөлігін жайып болған соң, бетіне май жағамыз, жұмсақ сары майымызды. Осылай барлығын солай істеп шығамыз. Қамырларымыздың шеттерін міндетті түрде біріктіріп шығамыз.
Енді ең соңғы қамырымызды қоямыз, бірақ бетіне ештеңе жақпаймыз. Аударып, жұқа қылып оқтаумен жаямыз. Дөңгелек қылып, сосын пышақтың көмегімен немесе осындай құрылғының көмегімен 16 бөлікке бөлеміз. Видеодағыдай. Сосын әр бөлікке сызықтар ортасынан бөліп шығамыз, кішкене ғана. Менде салмасына варенка, салмасына тосап, немесе джем қолдансаңыздар болады, немесе ештеңе салмасаңыздар да болады. Осылай видеодағыдай ораймыз. Енді круассандарымызды пергамент қағаз төселген формамыздың үстіне қоямыз. Осылай барлығын орап шығамыз. Беттерін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Жиырма минут өткен соң жаңағы ақуызымыздан қалған жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Круассандарымызды алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Өте жұмсақ және қатпарлы круассандарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.